Әйелінің күйеуіне деген сезімін, махаббатын өшіретін көптеген амалдар бар. Соның негізгі бесеуіне тоқталатын болсақ, мынадай. Ең біріншіден құрметтемеу. Ер азамат болғаннан кейін әйел адамға қамқор, құрмет болған дұрыс. Екіншіден қиянат, яғни әйеліне ол өтірік айту, немесе көзіне шөп салу деген нәрселер. Үшіншіден мән бермеу. Яғни әйел адам болғаннан кейін әйел адам ол ер адамнан мән берген, яғни вниманияны қажет етеді. Төртінші ол сараңдық. Яғни ер адам өзі киініп алады, өзіне бір нәрсе алады деген сияқты ғой. Бірақ әйеліне келген кезде сараңдық ұстап қалады. Ол нәрседен дұрыс емес. Ал енді бесінші ол қаттылық. Әйел адаммен қарым-қатынаста оның жалпы жаратылысының нәзіктігін ескеріп, ер адам барынша жұмсақ болған дұрыс. Егер де осы нәрселерді ескеретін болсақ, бұл нәрселерді жасамайтын болсақ, шынымен бұл ер адамға деген әйел адамның құрметінің артуына, махаббатының артуына себепші болады.